Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі, өндірістік оқыту шебері Оразкүл Нұралықызы. Модуль пайдаланылатын шикізаттың ерекшеліктерін ескере отырып, алғашқы аспаздық өңдеуді орындау. Тақырыбы терең қуыру, қайнату және пісіру үшін қабыршақсыз балықтан жартылай фабрикаттарды дайындау. Балықтың жартылай фабрикаттары қарапайым және пайдалы тағам өнімдері. Балықтың кез келген түрі жоғары тағамдық құндылыққа және көптеген пайдалы қасиеттерге ие болғандықтан, балықтан жасалған өнімдер өте танымал. Қайнату. Қайнату үшін балықты бүтіндей түрінде, бөлікше, дөңгелек пішінді порциялық кесектері, қабатталған балықтан жасалған тері мен сүйектері бар. Тері мен сүйектері жоқ порциялық кесектері қолданылады. Қуыру үшін негізінен пайдаланылады. Балықтар бүтіндей түрде, бөлікше, дөңгелек пішінді порциялық кесектер. Қабатталған балықтар терімен және сүйектермен, сүйектерсіз терімен, терісіз және сүйектерсіз кесілген порциялық кесектер. Пісіру үшін өте аз мөлшерде суда хош иісті көкөністер, саңырауқұлақтар, қияр тұздығы және жүзім шарабы қосылған немесе дәмдеуіш қосылған сорпада пісірілген балық қолданылады. Балықты плитада немесе пеште жабық ыдыста қолдануға болады. Балық жартылай фабрикаттарының ең танымал және кең таралған түрлері: балық сүбесі, сүйектерден тазартылған және бассыз алынған балық. Балық фаршы, алдын ала өңделген және ұсақталған балық сүбесі. Формалық балық жартылай фабрикаты дәмдеуіштермен толтырылып жасалған балық фаршы немесе филе өнімі. Оларға котлеттер, балық таяқшалары, биточкалар, сырасалар және тағы басқалар жатады. Арнайы өңделген балық бассыз, қабыршақтан, қанатшаларынан және ішкі құрылысынан тазаланған балық. Стейктер, балық сүбесі немесе ені 3 сантиметрге жуық ірі тазартылған көлденең кесілген балықтың кесектері. Порциялық жартылай фабрикаттар, салмағы 0,5 килограммға дейінгі балық кесектері немесе ұшалары. Балықтың жартылай фабрикаттарының ассортиментіне балық таяқшалары, балық тұшпаралары, орамалар, сорпа жиынтықтары, кәуапшалар, зельцы, сілікпелер жатады. Тізімге салқындатылған, мұздатылған, қуырылған, пісірілген, тұздалған немесе маринадталған балық қосуға болады. Ұсақ балықты көбінесе қуырылған күйінде пайдаланады, ал бекірені пісіреді. Пісіру үшін кез келген балықты қолданады. Майшабақ пен скумбрияны көбіне тұздайды. Жартылай фабрикаттың пайдасы. Балықтың жартылай фабрикаттары витаминдермен, минералдармен, амин қышқылдарымен, пайдалы майлармен және жеңіл сіңетін ақуызбен байытылған. Жартылай фабрикаттарды өндіру үшін пайдаланылатын балықтардың көпшілігі балалар мен диеталық рационға қолайлы. Қалай таңдау керек? Сапалы балық жартылай фабрикатын таңдаудың бірінші және маңызды өлшемі оның сақталу орны болып табылады. Балық жартылай фабрикаттарын -18 градустан төмен температурада арнайы тоңазытқыш камераларға орналастыру керек. Қайта мұздатылған немесе ерітілген жартылай фабрикаттардан аулақ болу керек. Өнімнің жарамдылық мерзімін тексеруді ұмытпаңыз. Қалай сақтау керек? Фарш 4 айдан артық емес, ал сорпа жиынтықтары мен тұшпараларды 1 айға жуық сақтауға болады. Балық жартылай фабрикаттарын сақтау температурасы 0 градус болғанда сақтау мерзімі 2 күннен аспауы тиіс. Қалай дайындау керек? Дайындау тәсілі жартылай фабрикаттың түріне байланысты. Балықтан жасалған жартылай фабрикаттар жиі қуырылады, бірақ филе, стейктер, арнайы өңделген балықтар пісіріледі, қайнатылады, тоқтырылады, қуырылады. Нәтижесінде әртүрлі тағамдарды кез келген дәмге алады. Қолдану бойынша шектеулер.
Балыққа және басқа да балық өнімдеріне шалдыққан адамдарға өз рационынан балықтың жартылай фабрикаттарын алып тастау керек. Назар аударғандарыңызға рахмет.